Кәсіпкер жұмысшының жалақысын мемлекет төлеп береді. Егер сіз жұмысшы субсидиясына өтініш жіберсеңіз, жұмысшының жалақысының 35, 60, 70% мемлекет төлеп береді. 2025 жылдың 1 наурызынан бастап бір ай көлемінде өтініш жіберу уақыты басталады. Егер өтініш жіберу қажет болса, дайректке жазсаңыз болады. Кәсіпкер жұмысшының жалақысын мемлекет төлеп береді. Егер сіз жұмысшы субсидиясына өтініш жіберсеңіз, жұмысшының жалақысының 35, 60, 70% мемлекет төлеп береді. 2025 жылдың 1 наурызынан бастап бір ай көлемінде өтініш жіберу уақыты басталады. Егер өтініш жіберу қажет болса, дайректке жазсаңыз болады. Кәсіпкер жұмысшының жалақысын мемлекет төлеп береді. Егер сіз жұмысшы субсидиясына өтініш жіберсеңіз, жұмысшының жалақысының 35, 60, 70% мемлекет төлеп береді. 2025 жылдың 1 наурызынан бастап бір ай көлемінде өтініш жіберу уақыты басталады. Егер өтініш жіберу қажет болса, дайректке жазсаңыз болады. Кәсіпкер жұмысшының жалақысын мемлекет төлеп береді. Егер сіз жұмысшы субсидиясына өтініш жіберсеңіз, жұмысшының жалақысының 35, 60, 70% мемлекет төлеп береді. 2025 жылдың 1 наурызынан бастап бір ай көлемінде өтініш жіберу уақыты басталады. Егер өтініш жіберу қажет болса, дайректке жазсаңыз болады. Кәсіпкер жұмысшының жалақысын мемлекет төлеп береді. Егер сіз жұмысшы субсидиясына өтініш жіберсеңіз, жұмысшының жалақысының 35, 60, 70% мемлекет төлеп береді. 2025 жылдың 1 наурызынан бастап бір ай көлемінде өтініш жіберу уақыты басталады. Егер өтініш жіберу қажет болса, дайректке жазсаңыз болады. Кәсіпкер жұмысшының жалақысын мемлекет төлеп береді. Егер сіз жұмысшы субсидиясына өтініш жіберсеңіз, жұмысшының жалақысының 35, 60, 70% мемлекет төлеп береді. 2025 жылдың 1 наурызынан бастап бір ай көлемінде өтініш жіберу уақыты басталады. Егер өтініш жіберу қажет болса, дайректке жазсаңыз болады. Кәсіпкер жұмысшының жалақысын мемлекет төлеп береді. Егер сіз жұмысшы субсидиясына өтініш жіберсеңіз, жұмысшының жалақысының 35, 60, 70% мемлекет төлеп береді. 2025 жылдың 1 наурызынан бастап бір ай көлемінде өтініш жіберу уақыты басталады. Егер өтініш жіберу қажет болса, дайректке жазсаңыз болады.